Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Балалар, бізде жалпы 9 тапсырма берілген, өзіндік жеке-жеке тапсырмалары бар. Жалпы құрайтын балымыз 25 бал екен. Ал бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Ішкі энергияның өзгерісі 20 килоджоуль, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 килоджоуль жұмыс істесе, газға берілу жылу мөлшері қандай дейді балалар. Балалар, берілген жазып алдым. Енді өлшем бірліктерін халықаралық бірлік жүйесіне айналдырып алайық. Килода балалар оның 3 дәрежесі бар. 20 көбейту оның 3 дәрежесі джоуль. 12 көбейту оның 3 дәрежесі джоуль болады. Енді балалар, бізде термодинамиканың бірінші заңының формуласын жазамыз. Q тең болады ішкі энергия қосылған жұмыс. Балалар, жүйеге берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және механикалық жұмыс жасауға жұмсалады. Енді балалар, мәндерін орнына қойып есептегі жылу мөлшерімізді. 20 көбейту оның 3 дәрежесі джоуль қосылған 12 көбейту оның 3 дәрежесі джоуль. Ал балалар, есептесек 20-ны 12-ге қоссақ 32 көбейту оның 3 дәрежесі джоуль болады. Енді балалар, 3 дәреже бізде килоны береді, сонда 32 килоджоуль болады екен. Жауабы балалар, бізде жылу мөлшеріміз 32 килоджоуль деп жазып қоямыз. Мына жерден балалар вариантты қарайтын болсақ, бізде 32 килоджоуліміз міне F вариантында екен. Дұрыс жауап осы болады екен. Ал екінші тапсырмамызда төмендегі суретте жылы суы бар стаканға мұз салынған дейді. Мына суретте балалар стаканға мұз салынған. Сол бойынша бізде мұз және стакан стрелкамен көрсетіліп тұр. А тапсырмасында берілген кестеден шындық болатын тұжырымды белгіле дейді. Жылу мұздан суға беріледі дейді балалар. Мұздан суға жылу берілмейді. Яғни бұл жалған болады балалар. Мында плюс қоямыз. Ал келесі жылу судан мұзға беріледі дейді. Яғни балалар, жылу бізде судан мұзға беріледі. Бұл шындық болады. Келесі Б тапсырмасында жоғарыдағы суреттегі термодинамиканың екінші заңы тұрғысынан сипаттап жазыңыз деген екен. Балалар, жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабын жаңа жазып өттім. Б тапсырмасы жылу температурасы балалар жоғары денеден температурасы салқынырақ денеге беріледі. Ал үшінші тапсырмамызда балалар, төмендегі суретте жылу қозғалтқышы берілген дейді. Мына сурет бойынша балалар, үште бірінші тапсырманың А тапсырмасы. А суретін сипатта деп те, міне А суреті балалар, бізде бірінші суретімізде балалар, мына жерде клапан берілген, клапанымыз жабылады. Мына жерге бірге балалар жабылады деп жазамыз. Өте кішкентай қылып шығарғам. Онда біз жабылады деп жазыламыз. Жабылады. Бірінші клапан жабылады балалар. Екінші клапан ашылып, екінші клапанымыз міне, екінші клапанымыз ашылып, ішіне ауа енеді балалар. Ауа енеді. Келесі Б суретінде сипатта дейді. Бірінші мына жерде бізде балалар екі клапан бар. Екінші клапанымыз жабылып балалар, ауа ішінде тұтанады. Екінші мына жерде екі клапанымыз, одан кейін мына бір және екі клапанымыз жабылады балалар. Екі клапан жабылып деп жазамыз. Ауа тұтанады балалар. Тұтанады. Қазір дәптерге дұрыстап жазып қоям балалар, егер түсініксіз болса. Ал келесі 3-те 2-ші тапсырмада бізде есеп берілген екен балалар. Жылу қозғалтқыш 28% тиімділікпен жұмыс істейді дейді. Ол 3,6 көбейту оның 4 дәрежесі джоуль жұмыс шығарады дейді. Жылу қозғалтқыштың атқарған жұмысын есепте деген екен. Келесі пайдалы әрекет коэффициентінің мәнін арттыру жолын ұсыныңыз деген екен. Ал балалар, 3-те 1-ші тапсырманың жауаптарын жазып қойдым. А және Б тапсырмасының жауабы. Келесі 3-те 2-ші тапсырмамыздың С тапсырмасында балалар бізде есеп берілген еді. Сол есепті бірге шығарайық. Енді пәкінің формуласын жазайық. Пәкіміз тең болады балалар. Жұмыстың жылу мөлшеріне қатынасын Q1 болады балалар. Q1 деп алайын, көбейтеміз 100%-ға. Осыдан балалар, жұмысты түрлендіретін болсақ, жұмысымыз тең болады. Пәкіні көбейтеміз Q1-ге, оны бөлеміз 100%-ға балалар. Ал есептейік, А тең болады, пәкіміз 28%, көбейту 3,60, 3-те 6 деп те алсақ болады балалар. 4 дәрежесі джоуль бөлінген 100%. Ал есептесек балалар, бізде шығады екен 1,8 көбейту оның 4 дәрежесі джоуль шығады. Келесі Д тапсырмасында балалар, бізде бөлініп шығатын жылу мөлшері аз, атқаратын жұмыс көп болса балалар, пайдалы әрекет коэффициентінің мәні жоғары болады екен.
Ал 4-ші тапсырмамызда тәжірибеде пластикалық таяқшаны матаға үйкеді дейді. Қайсы суретте пластикалық таяқша бойымен электрондар қозғалады және матаға заряд таңбасын көрсет деген екен, балалар. Енді балалар 4-ші тапсырмада қарайтын болсақ, бізде суретім онша анық болмай тұр. Электрон матадан балалар таяқшаға қарай қозғалады. Яғни мына жерде таяқшада теріс таңбалы таяқшасы бар, заряды бар суретті белгілейміз балалар. Мынау таяқшамыз болса, мынау матамыз. Мата өзінен теріс зарядты таяқшаға береді. Сонда балалар жауап С варианты болады. Одан кейін бізде матаға заряд таңбасын көрсет дегенде матаның заряды балалар бізде теріс, жаңа айтып өттім, теріс зарядын ол өзі таяқшаға беріп жатыр. Онда мұнда жазып қойым балалар, Б тапсырмасы. Б тапсырмасының жауабы матаның заряд таңбасы балалар теріс болады. Ал А тапсырмасының жауабы С суреті болады балалар. Ал келесі 5-ші тапсырмамызда плюс 4Q және плюс 2Q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір-біріне тиістіріп бұрынғы орнына қайта қойса дейді. Ажыратқаннан кейінгі заряд шамасының мәндерін табыңыз деген екен балалар. Б тапсырмасында егер осы зарядтардың таңбасы минус 4Q және плюс 2Q болса, түйістіріп қайта ажыратқаннан кейінгі заряд шамасының мәндері қалай болады дейді. Ол үшін балалар біз жерде зарядты табатын болсақ, Q тең болады балалар. Түйістіріп орнына қайта апарғаннан кейінгі штрих деп алайын. Екі зарядты бір-біріне қосамыз балалар. Плюс 4Q-ге қосады екенбіз, плюс 2Q-мізді оны бөлеміз балалар. Заряд саны 2 болғандықтан 2-ге бөлеміз. Сонда 4-ге 2-ні қоссақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3Q болады. Оң болады балалар таңбасы. Ал келесісінде есептейтін болсақ, Q штрихті минус 4Q қосу 2Q бөлінген 2, заряд саны. 4-тен 2-ні азайтсақ минус 2 балалар, минус 2-ні 2-ге бөлсек бізде минус 1Q болады екен. Ажыратқаннан кейінгі зарядтардың таңбасы және шамалары осы мәндерге тең болады балалар. Ал келесі 6-ші тапсырмамызда келесі суреттен Q шамасының таңбасын анықтап бос орынға жаз деген екен балалар. Зарядтың таңбасын анықтауымыз керек. Мына жерде балалар стрелкамыз ішке қарай келіп жатыр, өзіне тартып жатыр. Бұл балалар сонда теріс заряд болады. Мынау жерде бізде теріс заряд белгіленген. Ортасына теріс таңбасын қойсаңыздар болады. Ал мына жерде зарядтар шығып жатыр, яғни ол оң заряд балалар. Оң заряд өзінен тебеді, теріс заряд өзіне тартады балалар. Ал 7-ші есебімізде вакуумде 2 нүктелік 3 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі және 5 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі кулонға тең 2 заряд 14 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі ньютон күшпен тебілу үшін оларды қандай қажетті қашықтыққа орналастыру керек дейді балалар. Мына жерде пропорционалдық коэффициенті берілген. Ал балалар берілген жазып алдым. Енді формуламызды жазайық. Кулон заңын жазамыз балалар. F тең болады K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Осыдан балар R квадратты түрлендіріп алымыз керек. Квадрат болғандықтан балар түбірдің астына аламыз. K, Q1, Q2 бір-біріне көбейтіледі. F-ті оған бөлеміз балар. Ал енді сан мәндерін орнына қойып есептейік. R тең болады. K бізде 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадратқа тең. Q1 бізде 3 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі кулон. Q2-міз 5 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі кулон. Оны бөлеміз балалар. Күш бізде 14 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі ньютонға тең. Ал балалар есептеп түбірастан шығаратын болсақ, бізде шығады екен балалар. Түбірастан 9-ға 3-ті көбейтіп, 5-ті көбейтіп, оны 14-ке бөлсек балалар 9,64 шығады екен. Көбейту 10-ның дәрежесін есептейік. 7-ге 7-ні қоссақ минус 14 балалар. 4 жоғарыға плюс болып шығады. Сонда 9-ға 4 қоссақ 13. 14-тен балалар 13-ті азайтсақ бізде минус 1 дәреже болады. Минус 1 дәреже деген сөз бұл. Одан балалар түбірасынан шықпайды. Сондықтан мына санды балалар 100-ге бөліп тастай. 100 деп 10-ға бөлеміз. Сонда 0,964 болады. Бұны түбірасынан шығаратын болсақ, балалар бізде 0, жоқтап алғанда 98 деп алайын. Енді 10-ны жоқтағанда балалар бізде 1 метр деп алсақ болады екен. Сонда жауабы 1 метрге тең екен. Ал 8-ші тапсырмамызда 2 нанокулон заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 вольт бөлінген метр дейді. Зарядқа әрекет етуші күштің мәнін анықтаңыз деген екен. Балалар берілген жазып алдым. Нанокулонды айналдырып алайық. Нанода минус 9 дәреже бар, 2 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі кулон деп жазып аламыз балалар. Енді формуламызды жазайық. Бізде кернеуліктің формуласы заряд күштің зарядқа қатынасына тең. Осыдан балалар күшті түрлендіретін болсақ, зарядты кернеулікке көбейтеміз балалар.
Ал енді орнына қояйық. Зарядымыз 2 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі кулон. Оны көбейтеміз 10 вольт бөлінген метрге. Сонда балар 20 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі ньютон болады. Енді минус 9 дәреже бізде наноны береді балар. 20 нано ньютон деп алсақ болады жауабын. Сонда жауабымыз балар күшіміз тең болады екен 20 нано ньютон. Ал келесі 9-шы тапсырмамызда балар. Төменде суретте P және Q екі параллель пластиналар ауада бір-бірінен 8 см аралықта орналасқан дейді. Q пластина жерге қосылған, ал P пластина потенциалы плюс 160 вольт дейді. Енді балар, сурет бойынша мына P пластинамыз, мына Q пластинамыз балар. Мына жерде аралығы 8 см. P пластинасының жаңағы потенциалы балар 160 вольтқа тең екен. А тапсырмасында жоғарыдағы суретке конденсатор астарларындағы электр өрісінің күш сызықтарын сызып көрсетіңіз деген екен. Балар, күш сызықтарымыз бізде былай қарай бағытталады. Сызып қояйық суретке. Міне, бағыты солға қарай бағытталады. Ал келесі Б тапсырмасында 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі вольт бөлінген метр болғандағы пластинаның потенциал айырымын анықтаңыз деген екен. Ал С тапсырмасында суретте берілген конденсатор не себептен жерге қосылғанын түсіндіріп жазыңыз деген екен. Ал балар, берілген жазып алдық. Енді сантиметрімізді метрге айналдырайық. Ол үшін балар 100-ге бөлеміз. 0,8 метр болады балар. Енді балар, бізде кернеуліктің формуласы бар еді ғой. Е тең болады, потенциалды бөлеміз қашықтыққа балар. Осыдан уды түрлендіріп алатын болсақ, қашықтығымызды балар кернеулікке көбейтеміз. Ал енді орнына қояйық. Д бізде 0,8 метрге тең. Еміз 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі вольт бөлінген метрге тең. Ал балар, есептесек бізде шығады екен 160 вольт шығады екен. Ал келесі С тапсырмасында конденсатор сыйымдылығын арттыру үшін және балар көп заряд жинақтау үшін ол жерге қосылған екен балар. Ал балар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.